айына миллиондап ақша табатын ортамен кездесу. Сол баяғыда есіктен жолға шықтым. Біздің таңдаған орын бірінші президент паркі болды. Комфорт такси шақырып мына қызбен бірге бардық. Баяғыда жалғыз жүретін едім, қазір екеу болды. Өздеріңіз түсінгендей бүгінгі дресс-код сары түс болды. Саябақта қыздарды іздеу барысында тек қана сары түсті іздеп жүрдік. Даму барысында сіз өзіңізге кедергі болмасаңыз, бала-шаға сізге кедергі емес. Қыздармен дастарханға кішігірім үйімізден пісірілген заттарды алып келдік. Айгүл әрдайым ұйымдастыру жағын өзінің мойнына алады. Осы жолда ыстық тамақты өзі пісіріп алып келді. Бұл орта тек қана даму жағынан емес, рухани баю жағынан да сізге мол көмегін береді. Кішігірім дастарханымызға отырып, қыздармен танысуда басталды. Тәтті әңгімелері мен мотивацияға толы жолдарын айтып отыратын қызғанышы жоқ ортаға қош келдіңіздер. Менің блогымнан байқап отырғандарыңыздай, бұл орта әрдайым жаңа қыздармен дамып отырады. Біздің отырысымызды Индираның көңілді ойынымен бастадық, кейіннен фантазиясы мол Аяжанның ойындарымен аяқтауды жөн көрдік. Қандай да бір идея келісімен бір-бірімізді артқа тартпай, тек қана алға тартып отыратын осындай көңілді орта. Ал енді кімдерді таныдыңыздар, кімнің блогы сізге қатты ұнайды, белгілеп кетіңіздер.